Элиф Шафак «Махаббаттың 40 қағидасы» 4-ші бөлім. Шәмс, Бағдад, 1243 жылғы 30-шы қыркүйек. Бүгін қылқын сәріде Заман әкемен қоштасып жолға шықтым. Тізгінді қолыма алдым. Төбе басты жеткенде тоқтап, алыстан соңғы рет зәуияға көз тастадым. Айналасын тұт ағашы көмкерген тоқал тамдар бұтақ арасына тығылған құс ұясындай көрінеді. Заман әкейдің қажыған жүзі көз алдында найзағайдай жарқ етті. Қамымды ойлап, уайымдарын білетінмін, алайда қамығар себеп көрмедім. Бар білерім, махаббатқа құмартқандарды емес, махаббаттан қашқандарды ойлап алаңдау керек. 10-шы қағида. Шығыс, батыс, солтүстік не оңтүстікке барасың ба, бәрібір. Тек қай жаққа аттансаң да, әр сапарыңда ішіңе үңіл. Өзіңе жасаған саяхатым деп біл, сонда ғаламды таңырсың. Конияда мені не күтіп тұрғанын білмеймін. Тек бұл шаһарда тағдырыма не жазылса да, түн қарарымен қоса құшақ жая қарсы алғанға әзір болдым. 11-ші қағида. Жаны көзіне көрінбей қол аяғын бауырына алмасын, түк қиналмай бөбегін жарық дүниеге әкелмесін шеше білер. Анадан жаңа туғандай тап-таза болам десең, саған да қиынға, азапқа дайын болу керек. Таң ата зәуиядан кетем деген түні бөлмемнің бір терезесін айқара ашып тастадым. Бөлмені түтіннің иісі алып кетті. Дір-дір еткен шам жарығы түсіп тұр. Айнаға қарадым да шашымды қидым. Уыс-уыс болып жерге түсіп жатыр. Соңыра бәкімен сыпырып алып тастадым. Сақал мұртымды қырып, қасымды да түгел құрттым. Шаруамды бір жақты қылған соң түріме қарадым. Бұрынғыдай емес, ағарып жасарып қалғандаймын. Бір қыл қалдырмай сыпырып алып тастаған соң, не жасым, не атым, не жынысым белгісіз. Өткенім де, ертенім де алаңдатпайды, тек тап қазіргі уақытқа тиесілімін. Заман әкемен қоштасқалы бөлмесіне барып артық кетсем кеш дедім. Қараймын, шығар сапарың әсер еткен бе, өзгеріп кетіпсің, деді түріме қарап. Жолға әлі шыққанда жоқсың ғой. 12-ші қағида. Махаббат дегенің сапар. Сапарға шыққан жолаушы қаласын қаламасын басынан бақайшағына дейін өзгерер. Бұл жолға түсіп өзгермеген жоқтыр. Заман әкей білінер-білінбес езу тартты да жаныма кел деді. Барқытпен қаптаған қорап ұстатты қолыма. Қорапта 3 зат бар екен. Күміс айна, кестелі жібек орамал, кішкене мөлдір шиша. Жолда керек болады. Лазым болғанда қолдан. Өзіңе деген сенімің ортаятын кез туар, сонда осы айнаға қара. Бұл жаның неткен сұлу екенін көрсетер. Абыройыңа дақ түссе, мына жібек орамал бастысы таза жүрек екенін еске салады. Шишадағы май сырт жараңды да, іш жараңды да емдер. Әрқайсын ұстап көрдім де қорапты жауып Заман әкеге алғысымды айттым. Енді сөйлер сөзде қалған жоқ. Таң рауандап атып, құстар сайрап, шөпке шық түскенде атқа қондым. Бағытым Кония. Алла тағала маңдайыма не жазса да тәуекел, не боларын білмей, білгім де келмей, бар күшімді бойыма жиып, ілгері қадам бастым. Шәкірт, Бағдад, 1243 жылғы 30-шы қыркүйек. Басыма не келер деп ойлаған жоқпын. Ұрланып барып қорада қаңтарылып тұрған қара атты қалай мініп кетсем, тура солай Шәмси Тебризидің ізін аңдып, көзіне түспей ілесіп отырдым. Қолымнан келгенше қашық жүрмекке тырыстым. Әйткенмен бұл оңай шаруа болмай шықты. Бағдатқа жеткенде Шәмс базарға тоқтап, жүрек жалғап алмақ болды. Тап қазір мүмкіндік туды дедім де, атының алдына жата қалдым. Жирен шашты қараңғы жүгірмек-ау, жерге жата қалғаның не деп сұрады ат үстінде отырған Шәмс мойнын созып. Әрі таңғалып, әрі қуанып тұрғандай көрінді. Тізерледім. Тура қайыршылар сияқты екі қолымды қусырып жалындым. Саған ілесіп жүрсем деймін, қаһарманым өзің, бер рұқсатыңды, соңыңнан ерейін. Ал мақұл қайда бара жатқанымды білемісің өзің? Сасып қалдым. Шын айтсам, мұны мүлде ойламаппын. Жоқ, тек оның не қатысы бар? Мүритің болсам деймін, сенен ғибрат алмақпын. Босқа арамтер болма. Маған мүритің де, мүршитің де керек емес. Жалғыз жұртамын. Біреуге ғибрат берер мен емес, деді Шәмс даусын көтере сөйлеп. 13-ші қағида. Бұл дүниеде жалған қажы, қожалар, шайхы, дивана, көктегі жұлдыздан да көп. Нағыз мүршит жан дүниеңе үңілдер. Нәпсіңді жеңіп, бойыңа біткен сұлулықты ашпаққа көмектесер. Ұстап көріп, қайран қалар нәрсе емес. Рұқсат ет, бірге барайыншы деп жалындым. Әр мәшһүр жиһангездің міндетті түрде бір көмекші ізбасары болады ғой. Мен де ізбасарың боламын. Шәмс ойлана қарап тұрып иегін қасыды. Сол сәт маған іші жылып кеткендей көрінді.
Жирен шәкірт, жолдас болмаққа шамаң жетер ме екен, деді кенет. Бар ынтаммен аузыма жұқпай, жеткенде қандай, күш дегенің тасып тұр, дедім. Мақұл, онда мүритім болғың келеді екен, онда әдепкі тапсырмаңды ал. Осы маңдағы бір шарапханаға бар да, бір көзе шарап әкел. Жұрт жиылған жерге бар да, әлгі көзені төңкер аузыңа, сөйт те қылқылдатып іш. Жағым салбырап түсіп қала жаздады. Сопы болмақ үшін ысыламын деп көрмеген мехнат азап қалмаған еді. Күніне 100 рет шапаныма сүрініп жүріп, еденді жалтыратып жуып, ошақ басында түтінге қақалып қазан, тегеш табақтарды тырнап, ысып, тот басқан қақпанға түскен егеу құйрықтарды жинап, не керек жұмыстың түр-түрін істей беретін едім. Адамгершілігімді шыңдап жүрмін деп бір отырғанда 100 бас пияз турап, тайқазанға күріш басып, бал қатқан шырын қайнатып, таң атқаннан кеш батқанға дейін есекке ұқсап жұмысқа жегілдім ғой. Тек жұрт көп жиылған базарда отырып шарап іш дегенге келсек, шын айтқанда дінім мұндайға рұқсат етпейтін еді. Жүрегім атқақтап, үрейім ұшты. Тәубе, астапыралла, дедім. Әкем естісе аяғымды сындырар, ант етейін. Үйдегілер кәпір болып адаспай тәуір мүмін болсын деп заман әкейдің зивасына жіберген. Кейін әке-шешемнің бетіне қалай қараймын? Көрші-қолаң не дейді? Шәміс отты көзімен бас аяғымды түгел сүзіп шықты. Сол әдепкі түнде сығалап тұрғанымдағыдай өткір көзімен жүрегімді жаншып жіберді. Не керек сонымен бір шешімін айтты да ат тізгінін тартты. Жирен шәкірт, маған мүрит бола алмассың, деді. Жұрт не дейді дегенге көп бас қатырасың. Өзгелер мойындап қолпаштағанын қаншалық қаласаң, олар айтқан сын мен өсек аяңға соншалық құмар боларыңды білсең ғой. Шәміске жолдас болам деген мүмкіндік қолымнан сусып кеткенін ұқтым. Сонда да бар күшімді бойыма жиып, өзімді арашалап алмаққа ұмтылдым. Жақсы, тек шарап алып кел дегенде, ақидама қаншалық берік екенімді тексеріп жатыр ма деп ойладым. Сынап тұрғаныңды қайдан білейін, иманымды тексеріп тұр дедім ғой мен. Шәміс қабағын түйіп, біреудің ақидасына қаншалық берік екенін тексеру пенделердің ісі емес. Бұл Алла ісіне араласу. Құлдың иманын таразыға тартып өлшемек құл міндет емес, білмеймісің? Шарасыз қалып жан-жағыма қарадым. Дәруіштің айтқанын салмақтап сараласам да, не істеп не қоярымды білмедім. Миым ашығаны сондай, шекем солқылдап кетті. Тынысым тарылғандай, жағамның түймесін ағытып, жеңімді түрдім. Шәміс қабағын түйген күйі сөзін жалғады. Жирен шәкірт, сопы болсам дейсің, бірақ соған құн төлемек еш ниетің жоқ. Бұл іс бұлай болмас. Біреудің басты тұзағы ақша, біреудікі атақ, біреудікі билік, бедел, ал бір басқасыныкі нәпсі. Бұл жолға түсем деген адам не нәрсені қатты қадірлесе, содан бас тартпағы шарт тұр. Осылай деген соң Тебриздік Шәміс еңкейіп атын мойнын сипады, әңгімеге нүкте қойғысы келгендей. Меніңше Бағдатта қалып әке-шешеңе оралғаның жөн. Адал ұста тап, соған шәкірт бол. Ішімнен бір дауыс мына бала кейін қолы берекелі саудагер болады дейді. Тек ашкөздікке салынба. Ал енді рұқсат болса, өз жолыммен кетейін, деді. Соңғы рет маған басын еді. Астындағы атын тебініп қалды да ессіз желдей, тасқын судай шоқытып шаба жөнелді. Мына дүние сол ат тұяғының астында сырғып бара жатты. Сөйтіп мен де атыма қарғып мініп, Бағдаттың шетіне дейін соңынан қалмай қудым. Алайда арамыздағы алшақтық барған сайын ұлғая берді. Алыстай көкжиектегі бір ноқатқа айналды. Күттім. Құдай көріп тұр ғой. Сол ноқат көкжиек сызығына сіңіп көзден ғайып болды. Содан соң бір талай уақыт өтсе де Шәмістің жалын атқан көзі тап желкеме қадалғандай. Жоқ, тура жүрегімнің бір түкпірінде тұрғандай күйге түстім. Элла, Бостон, 2008 жылғы 24 мамыр. Бәрінен ерте оянады. Көктем туа салысымен Элла күнде көздің жауын ала Рубинштейндер сарайындағылардан бұрын тұрып, таңғы ас қамына кіріседі. Таңғы ас адамға аса қажет, өте пайдалы дегенге сенеді. Мұны әйелдер журналдарының бірінен оқыған. Бір ғалымдар таңғы асын үнемі бірге отырып ішетін отбасылар ояна сала аш құрсақ күйінде жұмысқа асығатын отбасы мүшелеріне қарағанда әлде қайда тату, бақытты екенін дәлелдепті. Мұндай салыстыруға толық иланғанымен ана журналда жазылған көңілді таңғы астың сырын әлі тапқан жоқ. Бұлардың таңғы асы анау айтқандай берекелі емес, керісінше әрқайсының өз жыры бар. Анаусы ананы жемеймін, мынаусы мынаны жемеймін деп отырғаны сол. Бірі тосап жағып нан жей саламын дейді, Жанет. Енді бірі бал қосқан жүгері қытырлаған сүтке шылап отырады, Ави. Өзгесі қуырылған жұмыртқа болса дейді, Давид. Ал төртіншісі түк жемейді, ол Орли.
Сөйте тұра Элла таңғы асты тастамау керек деген қағидасына тас кенедей жабысып қалған. Күн сайын таңертең әрқайсының сұраған ерінбей істеп береді. Мектептегі балалары не болса соны жемейтінін ойлап, мен бір керемет шешемін деп өзін мақтап қояды. Дегенмен бүгін таңертең Элла ас үйге кірген бетте күндегіше кофе қайнатып, апельсин шырынын сығып, нан қызартуға кіріскен жоқ. Әуелі үстелде тұрған ноутбугын ашты. Келген хаттарды ашқан бетте жүзі нұрланып, көзі күлімдеп кетті. Күткен хаты келіпті. Әзиз Захара жауап жазыпты. Қадірлі Элла, қызыңмен араң жақсарғанына қуанып отырмын. Бүгін таңмен таласа Мамастенангыдан кеттім. Бір қызыға мұнда бар болғаны бірнеше күн болсам да, кетерде тамағыма бір ащы өксік тығылды. Гватемаладағы осы бір ұядай ауылға қайта ат басын бұрамын ба, әй қайдам. Бір жерден кетерімде үнемі сонда бір бөлшегімді тастап кеткенде күй кешемін. Алайда Марко Полоға ұқсап әлемді шарласақ да, не үйден шықпай тал бесіктен жер бесікке дейін сол жерде өмір сүрсек те, туу мен өлу адам қаша алмас өмір заңы. Басы мен аяғы бар. Бір сәт тууы үшін оған дейінгі сәт өлуі керек. Жаңа мен жарып шығарда, ескі мен қорап солуы керек қой. Бұл да тура сол сияқты. Мамастенангыдан кетердің алдында медитация жасадым. Сонда сені ойладым. Бостондағы жаңа досым. Әр адамның айналасын түрлі түсті нұр шеңбер қоршап тұрады дегенге сенемін. Көзімді жұмып сені нендей түс қоршап тұрғанын таппақ болдым. Көп ұзамай 3 толқын көрдім. Бірі қанық сары, екіншісі ашық жалқын түс. Соңғысы көмескілеу жалтыр күлгін. Меніңше бұлар сендік түс. Сондай әдемі, бір-біріне мүлде ұқсамайды, десе де бірінен бірін ажырату да мүмкін емес. Гватемаладағы соңғы аялдамам Чажул дейтін қалашық. Мұндағы үйлер кірпіштен салынған, балаларының көзі бақырайған қап-қара, жас баланың емес, көпті көрген қарияның жанарындай. Қай үйге бас сұқсаң да қызы бар, кемпірі бар, әйтеуір әйел біткеннің бәрі кілем тоқып отырады. Саған деп бір кейуанадан кілем сатып алдым. Бостонда тұратын бір ханымға сыйлық алғым келген, көмектессеңіз деп байғұс әйелден жәрдем сұрадым. Сәл ойланып тұрды да, бірінің үстіне бірі үйіліп тұрған көп кілем арасынан біреуін суырып алды. Ант етейін, ол жерде алуан түсті, өрнегі де сан түрлі 50 шақты кілем бар болатын. Ал әлгі кейуана саған деп шығарған кілемде 3 қана түс бар. Сары, жалқын және күлгін. Қызық. Кездейсоқ деген осы емес пе? Әрине, мына ғаламда кездейсоқ деген нәрсе болса. Осылай бір-бірімізді көрмей хат алысып жүргеніміз де кездейсоқ болмай шығуы мүмкін ғой. Соны бір ойладың ба? Ізгі ниетпен, Әзиз. Айтпақшы, қаласаң кілеміңді поштадан салып жіберейін, не Бостонда кофе ішетін күні ала барайын. Хатты оқыған соң Элланың беті нарықтанып жүзі бал-бұл жайнады. Әзиз қалай керемет жазады, сондай жып-жылы, шынайы, боямасыз. Көзін жұмды. Өзін қоршап тұрған нұр шеңберлерді ойлап көз алдыма келтірсем деді. Бір қызығы, өзін ойлағанда қазіргі ересек кезі емес, 7 жасар кезі санасында тұрып алды. Ұмытқалы қашан деп жүрген сол сүреңсіз жағдайлар қайта жаңғырды. Балалық шағын, мұңын, жалғыздығын есіне түсірді. Шешесін ойлады. Ақшыл жасыл түсті алжапқыш байлапты. Қолына оқтау мен ортасында тесігі бар дөңгелек қалып ұстап, бетіне сұр маска таққан. Өмірі ашылмайтын қабағы еш өзгермеген. Өңі қашып, боп-боз болып ас үй босағасында тұр екен. Өліп қалған әкесінің денесін алғаш Элла көрген. Төбеге жылтыр жүректер шарлар іліп қойған. Анау бұрышта сыйлық қораптары тұр. Жаңа жыл қарсаңы еді. Мерекелік жылтырақтармен қатар тұрайын дегендей бөлменің қақ ортасында төбеден тағы бірдеңе салбырап тұр. Әкесі асылып қалыпты. Жас кезінде Элла әкемнің өліміне сен кінәлісің деп шешесін айыптайтын. Содан өрімдей кезінде ақ өз-өзіне сөз берген. Шешемнің қатесін қайталамаймын. Тұрмыс құрсам күйеуімді бақытты қылуға барымды саламын деді. Некеміз әке-шешемдікіндей келте болмайды. Өлгенше қол ұстасып ұзақ өмір сүреміз деп сенді. Содан болар шешесі сияқты христианға емес, сенімі бір евреймен шаңырақ көтерсем деді. Сөйтіп Давидті таңдады. Элла мен шешесінің арасы көпке дейін түзелген жоқ. Асылында күні кешеге дейін туған шешесін жек көретін, тек кейінгі бірнеше жылдан бері өткенін қазбалай бергенді қойды. Өкпе реніштен де шаршады. Кешегісіне өкіне беру де тым ауыр жүкті. Мама, алло. Дабыл, мама деймін, жауап берсейші, мам. Ас үйде ойға шомып кеткен Элла кенет біреудің жырқ-жырқ күлгенінен селк ете қалды. Мойнын бұрғанда өзіне қолана қарап тұрған төртеуді көрді. Орли, Ави, Жанет пен Давид. Төртеуі бір уақытта оразамызды ашайық деп келсе керек. Міне енді елде жоқ мақұлықты зерттегендей жан-жағынан үймелей қалыпты. Мына түрлеріне қарағанда тұрғандарына көп болған сияқты. Мама, не боп қалды? 2 сағат болды ғой, айғайлап жатырмыз, қарамайсың, деді Орли.
Экранға кіріп кетіпсің ғой тіпті, деп күбірледі Давид көзін тайдырып. Элла күйеуінің көзі түскен жаққа қарады. Әзиз Захараның жазған хаты ашық тұрған. Дереу ноутбугын жауып тастады. Баспадағы жұмысым бастан асады. Әлі оқитын нәрсе көп, деді Элла. Рецензияны уақытында аяқтауым керек. Мына романды оқып жатқанымды білесің ғой. Тек рецензия жазып отырған жоқ едің, көрдім ғой. Электронды пошта ашып отырдың, деді Ави өте байсалды кейіппен. Элланың беті қып-қызыл болып кетті. Жасөспірімдер неге үлкендердің қатесін шұқып көрсетіп, осал тұсын тап бассам деп тұрады екен осы? Абырой болғанда өзгелері бұған мән берген жоқ. Бәрі бос тұрған үстелге қарады. Орли шешесіне таңырқай қарап осы тұрғандардың көкейіндегі сұрақты қойды. Мама, бүгін таңғы ас пісірмепсің ғой? Өз көзіме өзім сенбей тұрмын. Мына сөзді естіген Элла да абдырап қалды. Содан барып өзі де жан-жағына қарады. Қайнап жатқан кофенің буы шықпайды, пеш үстіндегі табада қуырылған жұмыртқа да жоқ, нан қызартатын ыдыс та бос тұр. Шынында күнде таң атпай робот сияқты дастархан жаятын әйел бүгін таңғы ас пісіруді ұмытып кеткені несі? Сол сәт Элла бар ойы Әзизе екенін ұқты. Тап қазір мына кең сарайдай зәулім үйінде емес, Гватемалаға аттанып, соның жанына жету үшін бәрін құрбан етуге даяр еді-ау. Екінші бөлім — су. Мұны өмірдегі бір орында тұрмайтын, асып-тасып жататын, сусып кететін нәрселер. Руми, Коня, 1244 жылғы 15 қазан. Бүгін ай тым сұлу. Жарқырап ғажап болғаны сондай, төбемізден інжу маржандай төгіліп тұр. Төсегімнен тұрдым. Терезеден сыртқа ай сәулесі молынан түскен аулаға көз тастадым. Мұндай сұлулық көздің де, көңілдің де қуанышы ғой. Әйткенмен аспандағы ай мың жерден сұлу болса да, не бір атқақтаған жүрегіме, не бір қалтыраған қолыма демеу бола алған жоқ. Осымен неше күн шырт ұйқымнан шошып оянамын. Бүгінде. Мырзам, түрің өрт сөндіргендей ғой, әлде тағы да түс көрдің бе? Деп сыпырлады Кера. Су ішесің бе, әкелейін бе? Алаңдама, ұйықтай бер, дедім. Қолыңнан не келер дейсің? Не оның, не менің қолымнан келер не амал бар? Көрген түсіміз бен тағдырымыз арасында бір байланыс бар ма өзі? Бәрібір тағдырымыз өз қолымызда емес қой. Оның үстіне бір түсті қайта-қайта көре бергенімнің де бір себебі бар деп білемін. Құрық түн түсіме бір-ақ нәрсе кіреді екен. Демек, қазір яки таяуда оның мағынасын, ненің белгісі екенін білемін. Әр түні түрліше басталғанымен соңы бір. Құдды түсім зәулім ғимарат, ал мен әр түн сайын соған басқа есіктен кіріп жүргендеймін. Бұл жолы парсы кілемі молынан төселген өзіме жақсы таныс бір бөлмеде кітап оқып отыр екенмін. Дәл қарсымда бір дәруш отыр. Ұзын бойлы, ашаң жүзді. Бетінде қалың пәренжесі бар. Қолында 5 балауыз қадаған шамдал. Мен қиналмай оқысын деп жарық түсіріп отыр. Сәлден соң басымды көтеріп дәрушке қарадым. Оқып отырған беттегі хазина-и ғайып деген сөзге жетіп тоқтаған екенмін деймін. Сол сөзге қатысты бірдеңе дегелі жатқаным сол еді, жүрегім аузыма тығылып зәрем-зәр түбіне жетті. Бағанадан шамдал деп отырғаным дәруштің оң қолы болып шықты. 5 балауыз дегенім 5 саусағы. Саусақтары маздап жанып тұр. Сөйтсем дәруш маған жарық түссін деп қолын жағып отыр екен. Жан таласа су іздей бастадым. Бірақ жанымда бір тамшы су жоқ. Құман, құмыра дегеннің қарасы да көрінбейді. Бешпентімді шешіп оттың үстіне тастадым. Алайда бешпентімді қайта алғаным сол еді, астында ирелеңдеп түтіні шыққан шамдалдан басқа түк жоқ. Дәруш ғайып болыпты. Түсімнің ары қарайғысы күнде көріп жүргендей сол. Өз үйімдемін, бөлмеден бөлмеге өтіп, әлгі дәрушті іздеп жүрмін. Іздемеген жерім жоқ. Бұрыш-бұрышты түгел тінтіп шықтым. Содан аулаға шығамын. Бұл жерде теңіздей толқып сары раушан өскен. Оңға қарай айғайлаймын, солға айғайлаймын, бірақ мен іздеген адам ұшты күйлі жоқ. Кетпеші қимасым, қайдасың деп жалынып жүрмін. Жан түршігер бір дауыс естігендей шошып, құдық басына жетіп бардым. Түбіндегі толқындаған қап-қара суға қараймын. Басында ештеңе көрмесем де төбеден сәуле түсіп, аула сүттей жарық болып кетеді. Сол кезде бәрін ап-анық көре бастаймын. Құдық түбінде қап-қара көз жылтылдайды. Өлі көзін менен айырар емес, мына фәнимен бақылдасып жатыр екен. Біреу бол, көмектес, өлтіріп кетті деп бақырды. Бақырып тұрған мен шығар, кім білсін. Жаным қиналғаны сондай, өз даусымды өзім танымаймын. Содан ойбайға бастым, қара терге түскенмін, қайта-қайта бірдеңе деп қышқырамын. Әйелім түрегеліп мені бауырына басып қатты құшақтап, мырзам, тәуірмісің, әлде тағы да түс көрдің бе дегенше қышқыра беремін. Түн ортасы ауып кеткен. Кера қайта ұйықтап қалғанда тағы да аулаға көз тіктім. Дала жым-жырт.
Құдықты көргенде денем түршігіп кетеді. Сонда да жақындадым. Басына барып отырдым. Самал жел соғып тұр. Ағаш жапырақтарының білінер-білінбес сыбдыры естіледі. Сондай сәттерде ішімде бір мұң басады. Нендей мұң екенін сөзбен сипаттап жеткізе алмаймын. Себебін де білмеймін. Әйтпесе өмірім нұрлы, бақытым баянды, жағдайым көптен тәуір. Раббым білім, парасат, өзге жұртқа тура жол көрсету деген өзін қатты қадір тұтар 3 нығметті берді. 37-ге толғанымша Алла сұрағанымнан да асырып берді. Нәбилерге, әулиелер мен ғалымдарға бұйырған иләһи ілім игеру менің де маңдайыма жазылыпты. Марқұм әкем қолымнан жетелеп сол кездегі үздік ұстаздарға табыстады. Солардан тәлім алдым. Оқу, еңбек ету, өзгелерге білгеніңді үйрету, ағарту Алла алдындағы құлдың міндеті деп санамды байытып оқи бердім. Бір тынған жоқпын. Ұстазым Сейд Бурханеддин ылғи дүйім жұртқа ақиқатты жеткізу, жақсы мен жаманды айыруға көмектесу деген абыройлы істі мойныңа алған екенсің. Демек, сен Алланың сүйікті құлысың. Шүкір ет, Жәләләддин. Мұндай бақ әркімге бұйыра бермейді дейтін. Талай жыл медреседе мүдәррис болдым. Дінтану төңірегінде ондаған шариғат ғұламасымен тартыстым. Фиқх, хадисті меңгеріп ілгеріледім. Апта сайын шаһардағы ең үлкен мешітке барып уағыз айтамын. Дәріс беріп, біліммен сусындатқан шәкірттерімнің көптігі сондай, олардың саны мен атынан жаңыламын. Адамдар келіп сөзіңіз жүрегіме үміт отын жақты, жол көрсетті десе, жиған білімім мен өнерімді мақтап жатса, төбем көкке жеткендей болады. Шүкір Аллаға, айрандай ұйып отырған отбасым, кіршіксіз абыройым, ақыреттік достарым, адал мүриттерім және мына менен өнеге алар шәкірттерім бар. Осы уақытқа дейін қол қысқалығынан дегеніме жете алмаған, жоқшылық көрген кезім болған емес. Әдепкі әйелімнен айырылғанымда аспан айналып жерге түскендей болды. Алайда бір Алла жар болғыр керамның арқасында қайта бақыт дәмін таттым, махаббатына бөлендім. 2 ұлым да бақытты шаңырақта ер жетті. Дегенмен екеуі бір-біріне мүлде ұқсамайтынын көргенде қайран қаламын. Бір топыраққа бірдей 2 тұқымды қатар саласың, олар бір күн шуағынан, бір судан нәр алады. Теңдей күтіп баптайсың, бірақ 2 түрлі өсімдік бой көтергенін көресің. Ұлдарымның жайы тура сол. Бауырыма басқан қызым бар, оны 2 ұлымнан кем көрмеймін. 3-еуін де мақтан тұтамын. Айналайын, кимяшыма тең келер ешкім жоқ. Өзі сондай ақылды, жүрегі кең, қамқор. Ел ортасындағы бақытым бір төбе, шаңырағымдағы шаттығым бір төбе. Сөйте тұра неге ішімде бір қаңыраған қуыс бар? Оның сырын өзім де түсіне алмаймын. Біреуге түсіндіре де алмаймын. Әлгі бос қуыс күннен күнге ұлғайып бара жатыр. Тура тышқан сияқты жымын білдірмей, не бір дыбысы шықпай жанымды кеміріп жатыр. Қайда барсам да қаңыраған кеңістігім ізімнен қалмайды. Өзіммен бірге ереді де жүреді. Адам осынша кемел бола тұра өзін олқы сезіне ме екен? Я бақыттан басы айнала жүріп мұңға бата ме екен? Күндіз емен жарқын жүремін, көрген адамның көзі тояды. Бір міні жоқ өмір сүремін. Табыстан табысқа жетіп, абыройым да асқақтап жатыр. Тек неге әр түн сайын түс көріп, сол бір адамды жанұшыра іздеймін де жүремін? Өзге жұрттан емес, өзімнен жасырған бір сыр бар ішімде. Солай көрінеді. Түсіме кіріп жүрген дәруішті тапсам, сырын содан сұраймын. Ол күнде туар. Айтар шындығын жүрегім көтере алмаса қайтемін? Мен арқалай алмайтындай ауыр жүк болып шықса ше? Қызығы, мына мен Жәләләддин қорқыныш не, үрей не білмеймін деп ойлаушы едім. Шәміс, Кония, 1244 жылғы 16 қазан. Бір шаһарға кірерден бұрын үнемі қайталайтын ескіден келе жатқан дағдым бар. Қақпадан өтердің алдында әуелі сәл дамылдап, сол жердегі әулие біткеннің бәріне іштей сәлем беремін. Өлі ме, тірі ме, жұртқа мәлім бе, беймәлім бе, осы шаһарда тұратыны бар, тұрып кеткені бар, бәрімен амандасып шығамын. Солардан рұқсат сұраймын. Осы уақытқа дейін шаһар, елді мекен, ауылға әулиелердің рұқсатынсыз аяқ баспағанмын. Баратын жерімде кім тұратыны маңызды емес. Мұсылман ба, христиан ба, жөйт пе, не мәжүсилер ме, маған бәрібір. Бүкіл жерде әулие бары сөзсіз. Олар адамды дініне, шыққан ортасына, жынысына, түріне қарап бөлу дегенді білмейді. Әулие дегенің барша адамзаттың жолбасшысы. Сөйтіп, ұзақтан Кония көрінгенде тағы сол баяғы әдетіме бастым. Тек соңыра бір оғаш нәрсе болды. Шаһар әулиесі сәлеміме жауап қатқан орнына сынған мазар тасындай мелшиіп үн-түнсіз қалды. Естімедім екен деп даусымды қаттырақ шығарып сәлем бердім. Алайда тағы да жым-жырт. Кония әулиесі сәлемімді естіген екен ғой, тек неге екенін қайдам, шаһарға кір деген жоқ. Сөзімді 4 тарапқа бірдей жеткізсін деп желге тапсырдым. Ей, Кония әулиелері, неге мына жолаушыға рұқсат етпейсіңдер? Десін. Біраздан соң жел, рұқсат береміз, бірақ бұл шаһарда сені бір-біріне мүлде қайшы 2 нәрсе күтіп тұрғанын білгейсің.
ортасы жоқ, болмайды да. Не саф махаббатқа кезігесің, не асқан жексұрындыққа тап боласың, осыны бір ойлан деді. Хал осы болса, қынжылар дәнеңе жоқ. Саф махаббат бар екен, сол да жетер дедім. Мұны естіген бойда Кония әулиелері бірауыздан рұқсат етіп батасын берді. Әйткенмен бірден шаһарға кірім келген жоқ. Төбе басындағы кәрі еменнің түбіне барып жайғастым. Мына жердің шөбі әреді көсіпті. Атымды соған қоя бердім. Жануарым азығын тауып жеп жүргенде, сонадайдан мен мұндалап тұрған шаһарға көз тіктім. Кония мұнаралары әйнек сынықтарындай күн сәулесіне шағылысып тұр. Анда-санда абалаған иттің, ақырған есектің, ішек сілесі қатқан баланың, тамағы жыртылғанша бақырған саудагердің даусы, яғни тіршілік құж-құж қайнаған шаһар үні естіліп қалады. Жабық есік тор терезелердің ар жағында не болып нендей хикаялар жазылып жатыр екен. Бұрын сонды көріп білмеген жерге аяқ басқалы тұрмын. Қанша тыпыршысам да, сол сәт 40 қағидасының бірі есіме түсті. 14-ші қағида. Хақ тағаланың ғаламат сыйының бірі өзгеріс. Өзгеріске қарсы тұрма, беріл. Қайтесің, өмір ағынына бағын, екеуің қатар жүзгін. Халім мүшкіл, өмірім асты үстіне түсіп бүлінді деп жаның жүдемесін. Өмірдің асты үстінен әлде қайда тәуір шығар. Қайдан білесің? Ойға батып кеткен екенмін. Ассаламағалейкум, дәруіш деген барқыт дауысты естігенде ой тұңғиығынан шықтым. Басымды бұрдым. Мұрты аузына түскен қара торы өгіз арба мінген ірі, семіз, жас шаруаны көрдім. Арба сүйреген өгізі өлейін деп тұр, тым кәрі. Уағалейкум ассалам деп үн қаттым. Мұнда неғып жалғыз отырсың? Атқа мініп шаршаған болсам, арбама мін, Конияға дейін жеткізіп салайын. Жымидым. Әуре болма, жаяу жүрсем, өгізіңді басып озармын. Өгізімді менсінбей тұрсың ғой, деді шаруа. Ренжігені түрінен көрініп тұр. Білем, кәрі, оның үстіне күші кем, алайда ең адал досым осы. Салмағы ауыр сөзді естігенде не дерімді білмей тосылып қалдым. Дереу бойымды түсеп шаруаға басын дедім. Алла тағала жаратқан мына шексіз әлемде кеудесінде жаны барға менсінбей қарап, аяғын ілгері басар мен бе екен? Мейлі адам, мейлі хайуан болсын, тіпті мұрын шүйіре қалжыңдауға құқым бар ма өзі? Абайсызда қате қылып, жүрегін жаралаған екенмін, ендеше кешірім сұрауым керек. Өзіңнен де, өгізіңнен де ғафу өтінемін дедім. Күпірлік қылдым, ғафу ет. Шаруа аузын ашып маған қарады. Абдырап қалғаны жүзінен көрініп тұр. Қалжыңдап тұрма дегендей, біраз уақыт менен көзін айырмады. Осыған дейін мұндайды еш көрмегенмін, деп күбірледі де сәл ыңғайсызданып жымиды. Демек, өгізіңнен ешкім кешірім сұрамаған екен ғой? Онысы да бар е. Тек айтайын дегенім бұл емес. Асылында менен біреу кешірім сұраған емес. Әдетте керісінше ғафу ет деп жүретін мына мен. Өзгесі кінәлі болып тұрса да кешірімді мен сұраймын. Мұны естігенде жүрегім елжіреп кетті. Жігітім, Құран кәрімде біз адамды ең көркем бейнеде жараттық демеуші ме еді? Адам дегенің ұлы, ардақты, ез де, әлсіз де емес. Өйткені Алланың 99 сипаты мінсіз, сондай-ақ 40 қағиданың бірінде де солай дейді дедім. Ол не қылған қағида деп сұрады басын қасып. 15-ші қағида. Алла тәніміз бен жанымызды кемел қылмақ жолында бір сәт дамыл көрмейді. Қай-қайсымызда толық бітпей тұрған өнер туындысымыз. Басымыздан өткен әр жағдай, еңсерген әр қиындық бекер емес. Мұның бәрі бойымызға біткен кемшіліктен арылу жолындағы еңбек. Раббымыз әр кемшілігімізге бөлек-бөлек қарайды. Өйткені адамзат деген туындының діттегені кемел болмақ. Кірпігін қайта-қайта қағып шаруа тұр. Сен де уағыз тыңдауға келдің белде деп сұрады. Олай болса жолға түскенің жөн болар. Бүгін адам әдеттегіден де көп болады. Неткен керемет шешен десеңші өзің, солай емес бе? Кім туралы айтып тұрғанын түсінгенде жүрегім тоқтап қала жаздады. Айтшы, Румидің уағыздарына неге сонша құмарттың? Шаруа біраз уақыт үнсіз тұрды. Бір сәт көкжиекке телмірді. Санасы шартарапты шарлап кетті ме, әлде ойында түк жоқ па екен, әйтеуір соңыра былай деді. Ауылымыз сан қиындықты артта қалдырды. Әуелі жұт жайылды, содан соң моңғол шапты, өртеді, қиратты, тонады. Шаһарларға қылғаны одан бетер. Ерзұрым, Сиуаз, Қайсеріні алды, еркек кіндіктіні түгел қырып салды, әйелін күн қылды. Сүйген жанымды жоғалтқам жоқ, ошағым ойран болған жоқ. Әйтсе де іштей құнды бірдеңемді жоғалтқандай күй кешемін. Іштей қапалымын, сөзбен айтып түсіндіре алмаймын. Содан да болар үнемі жүрегімді мұң басады да жүреді. Мұның Румиге не қатысы бар? Деп сұрадым. Шаруа сасқан жоқ, ойға батқан күйге былай деп күбірледі. Мәулана ұстаздың уағыздарын бірнеше мәрте тыңдасаң, қайғыңнан арыласың дейді ғой жұрт.
Өз басым мұңайғанның еш әбестігін көрген жоқпын. Керісінше екіжүзділік пен қулық адамды бақытты етер, ал ақиқатқа жетпек жүгіңді ауырлатып, тынышыңды алады. Мына фәниде көп білетін адамдар барынша байсалды, ұстамды келеді. Алайда бұларды айтқанды жөн көрмедім. Есесіне, жүр, Коньяға дейін бірге жетіп алайық. Жолай Руми жайлы айтып берсең болды, жарай ма дедім. Атымның шыжым қайысын арбаға байлап шаруаның жанына жайғастым. Кәрі өгіз жүгім ауырлады деп зар қаққан жоқ. Өз қалпынан танбай аяғын маң басып баяу жүрісіне салды. Шаруа нан мен ешкі ірімшігін берді. Әңгімемізді айта отырып тамағымызды жедік. Төбемізде көкпеңбек жайпақ табақтай жарқыраған аспан. Әне, әулиелер Коньяға қалай аяқ басқанымды көріп тұр. Өгіз арбадан түсіп бара жатып, абайла досым дедім. Уағыздан қалмай келіңіз, деді шаруа бар ыждағатымен. Қол бұлғадым. Қазір емес, соңыра. Мәулананы көруге қанша жерден құштар болып, уағызын тыңдауға ынтам ауғанымен, одан бұрын істесем деген басқа бір нәрсе барды. Шаһарды танып, ұлы уағызшы туралы жұрт не дейді, соны білгім келді. Жан серігіммен жолғардың алдында Румиді көру бақыты бұйырмаған адамдар ол туралы не айтып, нендей баға береді, соны түйсінсем деймін. Жағдайға әбден қанық болуым керек. Қайыршы Хасан, Конья, 1244 жылғы 18 қазан. Бітпейтін жоқшылық. Көзімді ашқалы көргенім таршылық. Ылғи өмір мен өлім арасында қалып ұдайы тазарып келіппін. Алапес адамды осындай күйге түсіреді. Жан шықпай тірідей көрге тығар. Көшеде кетіп бара жатсаң, баласын қорқытқысы келген шеше саусағын шошайтып мені көрсетеді. Тентек балалар тас атып мазақ қылады. Саудагерлер дүкенінің табалдырығын аттатпай кесапат әкелесің деп қуып шығады. Аяғы ауыр әйелдер маған көзі түссе бөпесі мүгедек болып туатындай көзін тайдырып басын басқа жаққа бұрады. Сол адамдардың ешқайсы түсінбейтін бірдеңе бар. Олар алапестерді көрмейін деп барын салады ғой. Біз де тура солай олардың бізді мүсіркеген, жанымызды ауыртқан көзінен аулақ болсақ екен деп қолымыздан келгенді істейміз. Алапес дегенің бір азап. Күн сайын тәніңді, жаныңды аз-аздан кеміре береді. Әуелі тән өзгереді, тері қарайып, күлгін тартады. Күн терідей қалыңдайды. Иық, тізе, қол мен бетке ескірген жұмыртқаның түсіндей томбайып без шығады. Бұл кезде денең күйіп, жанып қышиды. Неден екенін қайдам, соңыра жаныңды жеген қасірет басылады, ауырғаны азаяды. Содан денеңнен жан кете бастағандай күйге түсесің. Іле-шала әлгі бездер одан әрі томпаяды, іседі. Бетіне майда-майда көпіршік қаптап кетеді. Қол мал тұяғындай қатайып, бет адам танымастай өзгереді. Менікі тым асқынып кеткен, қазір көзімді жұма алмайтын халге жеттім. Көзімнен жас, аузымнан су ағып жатқанын сезбеймін. Тыя алмаймын, осы күнге дейін 6 тырнағым түсіп қалды. Әне-міне 7-шісі түскелі тұр. Бір қызығы шашым сол қалпы, сондықтан өзімді бақытты санауым керек. Француздар алапестерді қамалдан қуып жібереді деп естігенмін. Енді қайтып кірмесін деп қақпаны тас қылып бекітіп тастайды екен. Алайда Коньяда ондай жоқ. Мұнда біз үстімізге қалбыр іліп жүреміз. Онымыз салдыр-сұлдыр етіп алапес келе жатыр деген белгі береді. Сөйтіп жүрсек қана шаһар көшелеріне шығуға рұқсат. Бағымыз бар екен, әйтеуір қайыр сұрауға болады, әйтпесе аштан өлер едік. Алапес болсаң, тірі қалмақтың 2 жолы бар. Бірі қайыр сұрау, екіншісі өткен-кеткеннің амандығын тілеп дұға қылу. Екеуі де қарын тойдырады. Неге екенін қайдам, осы жұрт алапестердің дұғасы қабыл болады, Алла бізге ерекше ден қояды деп ойлайды. Не деген иесуастық десейші. Солай болса мына күйге түсер ме едік? Алайда соған кәміл сенеді. Қанша жерден жиіркеніп тұрса да өзі үшін дұға еткенімізді қалайды. Науқастарға, сал болып жатқандарға, кәрі құртанға, басы бәлеге қалғандарға дұға етсін деп мына біздерді шақырады. Біз де дұғамызды аяп қалмаймыз, олар да ақша беріп қарнымызды тойдырады, арқамыздан қағады. Осы адамдарды бір түсінсем ғой. Көшеде алапес кезігіп қалса ит құрлы көрмейді, ал ауырып не өліммен бетпе-бет келіп жаны көзіне көрінгенде дұға ет деп алып ұшып бізге жетіп келеді. Жұрт алдында құнымыз көк дейін. Алайда өлім торлаған үйлер бар ғой, міне сол шаңырақтың сұлтаны біз. Дұға еткенде басымды иіп арабша түсініксіз бірдеңелерді айтамын да, әдептен осылай жалбарынып отырған кейіп танытамын. Енді қайтейін? Әртіс болмақтан басқа шарам жоқ. Өйткені Алла алапестерді естиді дегенге өз басым сенбеймін. Сенейін десем де, иланатындай өз басымнан ештеңе өткен жоқ қой. Ақша үшін дұға еткеннен гөрі пайдасы мардымсыз болса да қайыршылықты құп көремін. Тым құрғанда қайыр сұрағанда ешкімді алдамаймын. Жұма аптаның ең майлы күні. Әрине, Рамазан айының жөні бөлек. 1000 айдан да қадірлі Рамазан туғанда қайыршы деген қауым бір жырғап қалады. Әсіресе Рамазанның соңғы күні шаһардағы әр қайыршының қанжығасы әбден майланады.
Ол күні анау-мынау адамнан бөлек аузын қу шөппен сүртіп отыратын пейілі тарлар да, шық бермес шығайбайлар да садақа бергіш. Жасаған күнәмізді кешірер деген үмітпен Рамазан бітпей тұрып жақсылық қылмаққа асығады. Қолымызға ас-ауқат не 3-5 бақыр ұстатады. Жыл 12 айда бір рет дүйім ел тіленші дегеннен қашпайды. Керісінше көшеге шығып бұрыш-бұрыштан қайыршы іздейді. Сондай-ақ тапқан қайыршысы неғұрлым бейшара жұпыны болса соғұрлым қуанады, жүрегі тыншиды. Қаншалық қолы ашық, атымтай жомарт, қайырымды екенін көрсетіп қалғысы келіп, бір күн болсын бізден жиренбейді. Шын айтсам, бүгін де олжалы күн болатынға ұқсайды. Өйткені Мәулена мінберге шығып уағыз да айтады, құтпа да оқиды. Мешіт баяғыда-ақ толып қалған. Бәрі қатар-қатар иық тіресіп тұр. Іштен орын таппағандар сыртқа шығып аулаға сап түседі. Мәулена қай жерде уағыз айтса, шаһардың бар тіленшісі мен ұрысы балға үймелеген арадай сонда барады. Шынымен бәрі осында, тура мен сияқты торуылдап сақадай сай жүр. Мешітке қарсы тұрған үйеңкі ағашына сүйеніп отырдым. Жаңбырдан кейінгі тап-таза иіске сонау-сонау алыстағы бақтардан жеткен тәтті де қышқыл жұпар араласып мұрынды қытықтайды. Тостағанымды алдыма қойдым. Өзге қайыршылар сияқты бақырып-шақырып, жалынып-жалбарынып қайыр сұрамаймын мен. Тіпті сөйлеудің де қажеті жоқ. Тиын-тебен тастайтын тостағанымды алдыма қоямын да тып-тыныш күтемін. Алапес болғанның жақсы тұсы қайсы десе осы дер едім. Ыңырсып, жалынып, көз жасыңды көлдетіп жүрген бір сорлы бейбақ екеніңді айтып шаршамайсың. Жүзімді бір көрсетемін, соның өзі ондаған сізге татиды. Бүгін де сөйттім. Көп ұзамай тостағаныма бірнеше бақыр түсті. Бәрінің жиегі кертік. Шіркін, арасында бір алтын теңге жатса ғой. Күн, арыстан не айшық бейнеленген бе бәрібір маңызды емес. Аладдин Кейқубат әлгі бір заңды шығарғалы бері жұрт Халеп мырзаларының теңгесі, Фатимилер динары, Бағдат халифейінің бақыры, тіпті Италия флоринімен де сауда-саттық жасай беретін болған. Кония билеушілері бұларды қабыл алады екен де, қайыршыларды қабыл алмай ма сонда? Ақшамен бірге бірнеше қураған жапырақ түсті тостағаныма. Түбінде отырған үйеңкі ағашының қызыл-сары жапырақтары төгіліп жатыр. Жел соғып қураған жапырақ тостағаныма түскен сайын үйеңкі екеуміздің ұқсастығымыз көп екен-ау деп ойладым. Күзде жапырағынан айырылатын ағаш күнде тәнінің бір бөлігі кемей беретін алапеске ұқсамай ма? Мен де тыр жалаңаш ағашпын. Терім, аяқ-қолым, бетім ыдырап сетінеп жатыр. Күн сайын денемнің бір бөлігімен қоштасамын, алайда ағаш сияқты жоғалтқанымды қайтара алмаймын. Қайта бүршік жырар көктемім тумайды. Бүгін жоғалтқан нәрсеммен мәңгіге бақылдасамын. Біреу тостағаныма тиын тастаса, әлгі адам көзін тайдырып тез асығыс артынан біреу қуып бара жатқандай лақтыра салады. Адамдар ақша бергенде неге қайыршылардың жүзіне қарамайды? Көзіміз түйсе ауру не пәлекет жұқтырып аламын ба деп қорқатындай. Жұрт бізді ұры-қарыдан, қылмыскер, тіпті қанішерден бетер көреді. Ауыр-ауыр іске барғандардың әрекетін құптамаса да, адам қарағысыз деп ойламайды. Алайда кезек маған, мендейлерге келгенде алды-артына қарамай зып беріп өте шығады. Бізге кезігіп қалғанда көретін жалғыз нәрсесі өлім. Өлім осынша жақын жеркенішті екеніне сенгісі жоқ, сондықтан көзін тайдырып әкетеді. Сондықтан жанымызға келіп тиын тастап жатса да, қарсында тірі жан жоқтай кейіп танытады. Осындай ойға батып отырғанмын, кенет арт жақтан біреудің келе жатыр деген қатты даусы шықты. Әрине келген Руми ғой, келгенде де қалай келеді десеңші. Астында сүттей аппақ жорға, сарғыш зерлі шапанына алтын тиын інжу маржан қадаған. Мүриттері, жанкүйерлері мен жақтастары жаны қалмай соңынан ергенде асқақ, ақылды да дана қалпын сақтаған бұл ілгерілей берді. Көрер көзге тартымды, келбеті, бойына біткен сенімі, басынан бақайшағына дейін тұнып тұрған парасатына қарасаң, ғұламадан гөрі әміршіге келеді. Жел, от, су мен жер сұлтаны. Мінген жорғасы да үстіндегі адамның нендей қадірлі абыройлы екенін сезгендей басы қақшиып келеді. Кербез өзі. Тостағанымдағы тиындарды дереу қалтама салдым. Бетімнің жартысы көрінетіндей етіп, басымдағы шалмамды тартып байлап алып мешітке кірдім. Іші адамға лық толы, иық тірескен жұрт, аяқ қояр жер таппақ түгілі дем алу мұң. Әйткенмен алапес болғанның бір жақсысы ине шаншар жер жоқ жерден де оңай орын тауып аласың. Енді жаныма ешкім отырғысы келмейді ғой. Көргендер бір адым шегініп анадайға барып тұрады. Сөйтіп бір бұрыштан орын таптым да тізерлей отырдым. Көп ұзамай уағыз басталды. Қадірлі жамағат, деді Руми даусын біресе көтеріп, біресе бәсеңдетіп. Бәріміз оқтын-оқтын мәнсіздікке ұрынамыз, өзімізді әлжуаз, тығырыққа тірелгендей күй кешеміз. Мына ұлы ғалам алдында біз бір ноқат, тәніміз қаян.
Түсіністік пайымымыз, ерік-жігеріміз бен ақыл-ойымыз қай жерге дейін шабары белгілі. Осыған қарап кейбіріңіз, пәнилік жанымның Аллаға не қадірі бар, мына шексіз дүнияда не қадірім қалар деп сұрарыңыз анық. Бүгінгі құтпада осы сұрақтың жауабын айтсам деймін. Алдыңғы қатарда Румидің екі ұлы отыр. Бірі марқұм шешесінің аузынан түскендей тұңғышы Уәлид Сұлтан, екіншісі ашаң жүзді, кірпігі қалың, бадам көз, кең маңдайлы, айналасына сүзе қарайтын бауыры Аладдин. Екеуі де әкесін мақтан тұтатыны айтпаса да белгілі. Мәулана сәл кідірген соң сөзін жалғады. Адам ата ұлдары, Хауа ана қыздары не тауың, не аспанын көтере алмас білімге лайық болды. Сондықтан Құранда расында біз аманатты 7 қат көкке, жерге және тауларға ұсындық, алайда олар оны мойнына алудан қашты. Оның ауыр жауапкершілігінен қорықты. Сөйтіп оны адам баласы өз мойнына алды дейді. Ендеше осындай құрметті орын мен дәреже, маңызды атақ беріліп отыр екен. Неге адам баласы Алла тағала қалағанынан төмен мақсат қоюы керек? Неге өз-өзін төмендетсін? Марқасқа бола тұра неге масқара болсын? Руми әр сөзін қадап-қадап айтады. Көзі ашық, көкірегі ояу, адамдарға тән бір сеніммен әр сөзін саралап сөйлейді. Бір қолданған теңеуін екінші қайтара оңайлықпен айта қоймайды, бір мүдірмейді. Алла тағала 7 қат аспанның ар жағында бір тақта отырмайды, әр қайсымызға тым жақын, сондай мейірімді дейді. Көрген бар азабымыз, шеккен қасіретіміз бен қайғымыз бізді жаратқанға тағы бір мәрте жақындата түседі дейді өзі. Қолымызға қарайықшы, саусақтарымызды үнемі ашып жұмамыз, ұстаймыз да жібереміз, жібереміз де ұстаймыз. Бірде бүгеміз, бірде жазамыз. Жұдырық түйген соң қайта ашарымыз сөзсіз. Өйтпесек сал болғанымызда. Бар болмысымыз да сондай. Ашылар сәт туады, сосын жұмылар кез келеді. Жүрегіміз кейде қысылар, кейде байыз табар. Бір-біріне кереғар көрінген бұл жағдай болмыстың тап өзі. Ұшқан құсқа қарашы, қанаты қалай қимылдайды білемісің? Бірде төмен, бірде жоғары, бірде қайғы, бірде қуаныш. Өмір өзі сондай ғой, орайы келген іс, үйлесім мен тепе-теңдік салтанат құрған. Әдепкіде естігендерім көңіліме майдай жақты. Қуаныш пен қайғы құстың қос қанатындай бір-біріне байлаулы, тәуелді демек. Мұны ойлағанда жүрегім жылап сала берді. Тек көп ұзамай тағы бір сұрақ санамды солқылдатып жіберді. Руми жоқшылық, қайғы, зорлық, зомбылық, үрей мен күмән деген не білем өзі? Беделді адамның баласы, дүние есігін ашқалы көргені молшылық, арқасында асқар таудай әкесі, 7 атасы, ардақты әулеті тұрды. Қиындық деген не екенін білмей байда бақуатты ғұмыр кешті. Әдепкі алған әйелі қайтқанда қайғырған шығар, меніңше одан басқа басына түскен қиындығы жоқ. Айдарынан жел ескен бала, абыройлы ортада өскен, ғұламалардан тәлім алған. Бұл десе бәрінің емешеге езіліп тұратын, еркелеп, құрмет көріп ержеткен. Мына мендей алапестің алдында тұрып азаптың қасіретін айтуға қалай ғана дәті барады? Ашу-ызам өңешіме тығылып, аузыма кермек дәм келді, жұтына алмадым. Жүрегім дүрсілдеп, Руми екеуміздің арамыздағы айырмашылық жер мен көктей екенін түсіндім. Осы неге Алла тағала теңдіктен гөрі теңсіздікті, үйлесімнен гөрі кереғарлықты, әділеттен гөрі қараулықты сүйеді? Біреуге үйіп төгіп береді, біреуге тас та жоқ. Не ана басынан, не мына басынан бір-ақ шығады. Міне, менің маңдайыма пақырлық, жоқшылық, аштық, қасірет, пәлекет жазылған. Мәуланаға келсек, береке, даналық, бақыт, денсаулық, табыс та соныкі. Жұрттың жүрегі айнымасын деп жүзімді жасырып жүремін, ал ол ортаға шығып баға жетпес асыл тастай жарқырайды екен. Қызық, менің орнымда Мәулана болса қайтер еді, қалай өмір сүрер еді, кім білсін. Өзінде елден ерек Ділмар да күндердің күні сүрініп жығылар, шалынып құлар деп ойлаймын екен. Жұрттың алалағаны, қорлағаны, жұлмалап жұлқығаны, мысқылдағаны, не жөнсіз жала жапқаны деген не екенін білем өзі. Бір күн болсын өзгенің тілінің уындатып көрдім екен. Мына менің пешенеме жазылған тағдыр соның басына түссе дәл қазіргідей ұлы Мәулана болып отырар ма еді? Ойыма осындай сұрақтың түр-түрі келген сайын ішім қыж-қыж қайнады. Ақыры Мәуланаға деген ызам сөзіне елтіп масайрап отырған көңілімді су сепкендей басты. Бір орында отыра алмадым, тұрдым да жамағатты кимелеп қаға-соға сыртқа шықтым. Жиылған жұрттың бірі алая, енді бірі таңырқай қарады. Қаншама адам уағыз тыңдасам, мешітке кірсем деп құлшынып тұрғанда, шығып бара жатқан мені ешкім түсінген жоқ. Шәмс, Кония, 1244 жылғы 18 қазан. Басыма баспана табуым керек. Әлгі шаруа мені орталыққа жеткізіп салған соң, әуелі осы шаһардан қалатын жерді алайын дедім. Біраз қоналқаға соқтым. Арасынан шекерші керуенсарайын өзіме лайық көрдім. Керуенсарайдың қожайыны 4 бөлме көрсетті. Жиһазы азын таңдадым. Шиден өрген төсек, түсі өңіп кеткен көрпе, білте шам, жастық орнына күн көзінде жатып әбден қақталған кірпіші бар.
Сондай-ақ терезесінен қарағандағы көрініс те ғажап. Шатырына шықсаң, шаһарды айнала қоршаған төбелерге дейін жазылып жатқан мидай далаға куә боласың. Сөйтіп жылдар бойы көшіп-қонып жүрген мына мен бір күнде отырықшы болдым. Керуенсарайға жайғасқан соң әуелі Кония көшелерін аралайын дедім. Адым басқан сайын жат тіл, жат дін, жат дәстүрге тап болдым. Сыған күйшілерін, араб жиһангездерін, христиан попын, жүйт саудагерлерін, будда тақуаларын, француз шайырларын, солтүстік Қытайдан жеткен көзбояушыларды, үндінің жылан арбағыштарын, сиқыршы мәжусилерді, ұрым пәлсапашыларын жолықтырдым. Құл базардың жанынан өтіп бара жатып сүттей аппақ канизактарды көрген, қорлығынан тілін жұтып қойған қара нәсілді әтектерді көрдім. Қайшы тарағын мойнына асып, арлы-берлі көшіп жүрген шаштараздарға, қолында әйнек шары бар көріпкелдерге, от жұтқан көзбе әртістерге кезіктім. Құдысқа жол тартқан қажылар, соңғы кірес жорығынан қашып кеткен қаскөй сарбаздарда бар еді бұл жолда. Генуядан келген француз адамы да юнанша, парсша, түрікше, күртше, арабша, армянша, сүрияша, жөйтше, мен білмейтін сан алуан тілде сөйлеген жұрт. Бұлардың шеті мен шегі жоқ айырмашылықтары бола тұра, бәріне ортақ бірдеңе бар. Бәрі де кемеліне жетіп толыспаған, әрқайсы әлі де жетіліп жатқан бір өнер туындысы іспетті. Кония шаһары Бабыл мұнарасына ұқсайды. Сәт сайын бәрі үздіксіз өзгеріп, бөлініп, құрып, нашарлап, жаңарып, қайталанып, нұрланып, өліп, тіріліп жатады. Бейберекет қарбалас, әйтеуір бір жанталас, әйтеуір бір арпалыс. Әркімнің өз дерті бар, біреуі біреуге сүйеу болсам дейді. Адамды адамнан бөліп жармай бәріне бар жерге көз тастадым. Олардың уайымынан алыс, тек жүрегіне жақын тұрдым. 16 қағида. Алла кіршіксіз. Кіршіксізді сүю оңай. Ең қиыны мына фәниде қатесіне, сауабына қарамай адамды сүймек. Пенде сүйгенін танып, танығанын сүйетінін ұмытпағын. Демек өзгені шын ықыласпен бауырыңа баспай, жаратқан жолында жаратылғанды сүймесең, ақиқатты толық тани алмассың, тұтас сүйе алмассың. Кәрі жасы түгел тер төгіп, ұядай дүкендерде анау-мынау сататын саудагерлер қаптап жүрген тар көшеге түстім. Әр бұрышта әйтеуір біреу міндетті түрде Мәулана туралы айтып жатады. Осыншама адам сен десе жүрегі ел жүрегені қалай болар екен өзі? Осыншама мәшһүр болып, үнемі жұрт төбесіне көтеріп жүргені жан дүниесіне қалай әсер етеді екен? Осы сұрақтар санамды жаулап алды. Бір қарасам, Руми уағыз айтып жатқан мешітке қарай емес, соған қарсы бағытта кетіп бара жатыр екенмін. Төңірегімдегі көрініс өзгере бастады. Шаһардың солтүстігіне қарай ойысқан сайын үйлер қирандыға, жүзімдіктер қаңырап, қоқысқа толып жатқан далаға ұласты. Көшеде жанжалдасып, ойнап жүрген жалаң аяқ қаңғыбас балаларды кезіктірдім. Үйлер мен адамдар ғана емес, иіс те өзгерді. Тұз, бұрыш, май, сарымсақтың өткір иісі күшейді. Жүре-жүре бір тар көшеге бұрылдым. Мұнда әтірсу, тер мен құмарлықтың иісі басым екен. Конияның атышулы әйгілі махалласына жеттім демек. Тастан қаланған өрге қарай бастайтын көшенің ана басында құлағалы тұрған құжыра бар. Төбесін қамыспен жауып, саз балшықпен сылап тастаған. Үй алдында бір топ әйел әңгіме сабырып отыр. Жақын қалғанымды көрген олар сөзін тыйып тікісіне қарады. Бірі тыпыршып мазасы кетсе, бірі қағытып бірдеңе деп қояды. Әйелдер отырған жердің жанында бақ бар. Қараған адамды ақылынан айырар, жайқалған гүлі көздің жауын алар гүлзар бақ. Бұл гүлзардың бағбаны кім екен өзі деп ойладым. Маңына жеткенімде тарс-тұрс етіп есік ашылып, қарақшыға ұқсайтын бір әйел атып шықты. Ұзын бойлы, семіз әрі сұсты екен. Мойны қатпар-қатпар, қарны тегенедей. Көзін сықырайтса, қалың бетіндегі шегір көзі жоқ болып бітеді. Көз орнында тек екі сызық қалады. Қалың ерні дүрдеген, беті ақ қағаздай қан сөлсіз. Миығына қауырсынға келіңкірейтін қара мұрт біткен. Сонда барып қарсымдағы адам мына дүниеге әрі әйел, әрі еркек болып келгенін ұқтым. Қыз-теке ғой. Кімсің, не керек, деді қыз-теке күдіктеніп. Жүзі ағыс сияқты. Бірде арыңдап, бірде салбырап аққан ағын су ма дерсін. Біресе еркек, біресе әйел болып құбылады. Жөнімді айттым, үндеген жоқ. Атын сұрадым. Сөзімді құлағына ілген жоқ. Бір қолымен шыбын қуғандай желпіп, бұл сен келетін жер емес, деді қыз-теке. Нем бар екен менің, деп сұрадым. Көрмейсің бе, жазғана бұл жәлепхана ғой. Осы сендер дәруіштер қыз келіншек көрсеңдер жын көргенде естен танып тұра қашпаушы ма едіңдер? Мұнда не істеп жүрсің? Бері қара, айтпады деме. Жәлепхана бастығы деп мені жұрт бір адамгершіліктен жұрдай біреу көреді. Жетіскеннен жүргем жоқ, жыл сайын зекетімді беремін. Рамазан айы туғанда мына жердің жұмысын тоқтатамын. Енді міне, сені де күнәдан қорып отырмын. Бізден аулақ жүр. Шаһардағы ең жаман, ең лас жер осы. Келме мұнда.
Алайда мен кір сыртта емес, іште деп білемін деп наразы болдым. Бұл да қағидаларымның бірі ғой. Қайдағы қағиданы айтып тұрсың, жігітім, деді даусын көтере сөйлеп. 17-ші қағида. Нағыз кір сыртта емес, іште, бетте емес, жүректе. Сырттағы да қанша жерден жаман көрінсе көрінсін, бірақ ол жуса кетеді, сумен бірге ағып жоқ болады. Жуса да кетпейтін нәжіс бар, ол жүректі майлаған іштарлық пен қара ниет. Алайда сөзіме мән берген Қыстеке жоқ. Дәруш емеспісің сен де, ақылынан адасқан немелер. Мына жерге түрлі адам келеді. Тек дәруш дегендер аттап баспайды. Осы жерді айналсоқтап шықпай қойсаң, Алла бұл жерді өртеп күл етеді. Діндар бір адамды жолдан тайдырдың деп лағнетін жаудырады. Ошағымызды ойрандайды. Сондықтан қане, мына жерге қалай келдің, солай кет. Күлдім де қойдым. Мұндай сандырақ басыңа қайдан келеді өзі? Сонда сеніңше Алла көктен қарап тұрған ашулы қатыгез әкеме? Шалыс басқан сайын басымызға тас жаудырып төбемізден құрбаққа төгеді деймісің? Хақ тағала туралы солай ойлауға бола ма екен? Жәлепхана жеңгетайы жіптей мұртын иіріп долданып тұр. Тап қазір тарпа бас салып түтіп жейтіндей. Уайымдама, жүзекші іздеп келгенім жоқ, дедім. Мына Гүлзарға қызығып кеттім. Соны көрейін деп осылай қарай аяңдадым. Солай ма? Деді Қыстеке иығын қиқан еткізіп. Қыздардың бірі екен. Раушан бағын жасайық деп бір ауыз айтқан емеспін. Мына Гүлзар шөл гүлінің қолынан шыққан. Ілгерідегі бір топ әйел арасынан сүйкімді келіншекті көрсетті. Иегі үлбіреген, терісі маржандай теп-тегіс. Мың торлаған тұңғиық көзі қандай. Көрген адамды ақылынан адастырар сұлудың өзі екен. Көзім түскенде әлгі әйелдің ішінде алапат өзгеріс болып жатқанын сездім. Ешкім естімесін дегенде сәл еңкейіп Қыстекенің құлағына былай деп сыбырладым. Мына байғұс қыз жүрегі таза жанға ұқсайды. Күндердің күні рухани сапарға аттанады. Мына батпақтан бір жола кетеді. Сол күн туғанда сен кедергі болма демеу бол. Қыстеке сәл шегініп ала көзімен қарады. Тозақта жанып өртенгір, жындар тіліңді кессін. Өзіңді кіммін деп тұрсың? Бұл қыздар менің қол астымда. Қайсына қалай қараймын, оны өзім шешем, ұқтың ба? Шаруаң болмасын. Бұл жердің төресі мен. Қане жоғал мына арадан. Көзіме көрінуші болма, әйтпесе бөр басқа айтамын. Оның кім? Дедім. Қыстеке сұқ саусағын шошайтып, бәле ол, бәле болғанда да әйдік бәле, сөзіме сен. Кім екенін білсең, атын да естігің келмес, деді. Кім болса о болсын, деп иығымды екі толғадым. Кеттім, бірақ қайта келемін. Осы арадан тағы бір мәрте көрсең таңғалма. Жайнамаз жайып қойып, үстінде тәспі тартып отыратын дәруішім мен емес. Ондайлар Құранды шалы шарпы оқиды. Ал мен Құранды кез келген жерде оқи беремін. Жаратқанның сөзін масақтан да, құмырсқадан да, бұлттан да көремін. Әр алған тынысым оқыған Құранымдыр. Не деп тұрсың, ей? Адамға қарап кітап оқығандай боламысың сонда, деп ысқырып жіберді жәлепхана иесі. Сөйтті де қарқылдап бір күлді. Әй, қуасың сен. Әр адам ашық тұрған кітап біреу алып оқыса екен дейді, күтеді. Әрбіріміз аяқ біткен ауа жұтатын кітаппыз, асылында, дедім. Жүзікшесің бе, 12-де бір гүлі ашылмаған пәк қызсың ба, бейбақсың ба, абыройлы адамсың ба, бәрібір. Бәрінің жүрек түкпірінде Алланы тапсам деген ұмтылыс бар. Шыр етіп дүние есігін ашқан сәттен махаббат маржаның ішімізде сақтап келеміз. Оны іздеп таппайынша тұрған жерінде тұра береді. Бұл да қағидалардың бірі ғой. Бұл жолы не қылған қағида деген жоқ. Мен де сөзімді жалғадым. 18-ші қағида. Қат-қабат күрделі ғалам тап сол күйінде адамның ішінде бұғып жатыр. Шайтан қашан азғырсам деп күтіп тұрған сырттағы мақұлық емес, ішіміздегі дауыс. Ібілісті сырттан, жұрттан емес, жан дүниеңнен іздегін. Ал өзін таныған Раббысын танитынын ұмытпағын. Өзгені емес, өзін қолға алған адам ақыр соңында жаратқанды танып, шапағатына бөленбек. Қыстеке қолын қусырып еңкейді. Көзін сығырайтып қорқытқысы келгендей басынан аяғыма дейін шолып шықты да, жүзікшілерге уағыз айтқысы келген есуас дәруш, деп күңкілдеді. Кім екеніңді, Конияда не бітіріп жүргеніңді білмеймін, бірақ аяғыңды аңдап бас. Бұл жердегілердің ешқайсысын азғыра алмайсың, оған жол бермеймін, білесің. Жәлепханамнан аулақ жүр, өйтпейді екенсің. Бөрібас келер, ана сумаңдаған өткір тіліңді түбімен жұлып алар. Мен де оны тұздап, қақтап, рахаттанып жермін. Элла Бостон, 2008 жылғы 28 мамыр. Бүгін Элла әдеттегідей емес, дел сал. Алайда өзін сондай бақытсыз көріп құлазыған жоқ. Керісінше ештеңеге зауқы соқпай, түк сезбей, көңіл күйім жаман деп те, жақсы деп те айта алмай жүрді. Әйтеуір бір күні ашармын деп ниет етпеген есігіне таяп қалғандай. Өмірі өзгере бастады, оны сезіп те жүр, бір жағынан күтіп те жүр. Ас үйде кофе қайнатып жүріп өткенде жазып, тартпаға сала салған тізімін тауып алды. Жазғандарын қайта оқыды, іске асырғандарының жанына қызыл қаламмен белгі соқты.
40-қа толғанша міндетті түрде істеуім керек 10 нәрсе. Бұдан былай барынша жинақы бол, уақытыңды тиімді қолдан, өзіңе жаңа күн тәртібін құр. Істедім. Диетаңды баста, май, қант, тұз дегенді азайт, минерал қоспалар мен антиоксиданттар іш. Істедім. Әжімдеріңді құрт, альфа-гидроксил өнімдер қолдан, L'Oreal'дың жаңа кремін уақытылы жақ. Істедім. Креслолардың тысын ауыстыр, қонақ бөлмеге жаңа әдемі гүлдер ал, жастықтарды жаңарт. Істедім. Өміріңді бір шолып сүзіп шық. Істедім десе де болады. Ет жегенді қой, әр аптаға пайдалы мәзір түз, мүсініңе көңіл бөл. Істедім деуге болады. Румидің кітаптарын сатып ал, күн сайын жоқ дегенде 2 өлеңін оқы. Істедім. Балаларды Бродвей мюзиклына апар. Істедім. Рецепт кітабыңды жазуды баста. Істедім. Жүрегің махаббатқа ғашық болсын. Элла бір сәт кідіріп қалды. 2 көзі тізім соңындағы тармақта. Мұны жазғанда не ойлады екен? Сол уақытта ойында не бар еді? Махаббат шариғатының әсері болса керек деп күбірледі. Әзиз Захараның романын оқи-оқи махаббат туралы көп ойлайтын болып кетіпті. Ардақты Әзиз, бүгін менің туған күнім. Жаңа бір кезеңге аяқ басқалы тұрғандаймын. 40-қа келгенде қай жағынан да қартая бастағаныңды түсінеді екенсің. Әсіресе мына біздер әйелдер соны қатты сеземіз. Тегінде Америкадағы әйелдер журналдары адамның өмір сүру ұзақтығы айтарлықтай ұлғайды. Бұрынғы 30 жас пен қазіргі 40 жас екеуі теңесті дегенді жазып жүр. Бұрынғы 40 жас қазіргі 60 жас сияқты ғой. Әйтсе де кімді алдаймыз? 40 жас дегенің бәрібір 40 жас, өзінікін алмай қоймайды. Қазір бір басымда бәрі бұрынғыдан әлде қайда артығырақ, бұрынғыдан білімдірек, бұрынғыдан ақылдырақ, бұрынғыдан естірекпін. Бетімнің де әжімі көп, шашымның ағы да артып барады. Бұрынғыдай емес, көп мұңаямын, жиі шаршаймын. Туған күнім келген сайын шаттанып қуанамын, бірақ неге екенін қайдан бүгін көкірегім ауыр тартып ояндым. Бір сәт өмірім дәл осылай өте шығарын ойлап селк ете қалдым. Шынымен өмірім өзгергенін қалаймын ба? Бұл сұраққа я деп те жоқ деп те жауап беруге болады ғой деген ой сап ете қалды. Екеуінен де қорқамын. Жарқырап жайнап жүр деп тілеймін, досың Элла. Айтпақша, мынау бір көңілсіз хат болған сияқты, айып етпе. Осы күндері өзімді қолға ала бастадым. Романыңның әсері ме екен, болмаса шынымен орта жас дағдарысына түстім бе? Ардақты Элла, туған күнің құтты болсын. 40 ерге де, әйелге де әдемі үйлесетін керемет жас. Меніңше 40 санында бір тылсым бар. Нұхтың топан суы 40 күн жалғасқаны бекер емес қой. Топан су баспаған жер қалған жоқ. Сол жайылған су жер бетіндегі кір біткеннің бәрін жуып өтті. Сөйтіп жаңа таза өмір бастауға мүмкіндік туды. Ислам мистикасында 40 саны бір деңгейден екіншісіне өтетін уақытты, рухани оянатын кезді білдіреді. Сананың негізгі 4 сатысы бар, әрқайсында 10 деңгей бар, сонда бәрін қосқанда 40 шығады. Хазіреті Иса 40 күн 40 түн шөл далада азап шеккен. Хазіреті Мұхаммед 40 жасында пайғамбар болған. Будда жөке ағашының түбінде 40 күн ойға батып медитация жасаған. Сондай-ақ Шәмстің саф алтындай 40 қағидасын да ұмытпаған жөн. 40-тың қырқасына шығар адамға жаңа міндет жүктеледі. Меніңше керемет жасқа толдың. Қартайдым деп қам жеме. 40 деген сондай құдіретті сан. Оның жанында бетке түскен әжім де, шашқа кірген ақ та түкке тұрғысыз болып қалады. Өзіңді күт, Әзиз. Жезөкше шөл гүлі. Коня, 1244 жылғы 18 қазан. Бірталай жылдан бері теріс жолдың шаңын шығарып әбден ойнадым ғой, сонда да мен ұқпайтын бірдеңе бар. Осы жұрт жезөкшелікке қарсымыз, жезөкшелерге жанымыз ашиды дейді. Бірақ жәлеп болған бір әйел тәубеге келіп жаңа өмір бастайын десе мүмкіндік бермейтін несі? Бір рет батпаққа батқан екенсің, сол жерде мәңгі қал дейтіндей. Неге екенін ұқсам бұйырмасын. Бар білерім, бұл дүниеде адамдардың көбі өзгелердің қасіретінен нәр алады. Жығылғанға жұдырық болады, тұрып кетсін деп қолын созбайды, тұрмаса екен дейді. Ал жер бетінде бір сараң кемісе соны ойлап уайымға батады. Алайда кім не десе о десін, ойыма алғанды орындамай қоймаймын. Таяуда мына жәлепханадан кетемін бұл жерден. Бүгін таңертең ояна сала жанымды қоярға жер таппай өз-өзіммен арпалыстым. Мәуленаның уағызын тыңдағым келгені сондай, көзім содан басқа ештеңе көрмейді. Қожайынға айтып сұрансам мазақ етері анық. Қай уақыттан бері жезөкшелер уағыз тыңдаймын деп мешітке баратын болған дері белгілі ғой. Осылай келеке еткенде оны күлкі қысып жүзі көгіс тартып кетеді. Сондықтан бірдеңе құрастырып өтірік айту керек. Әлгі Раушан бағының бағбаны кім деп сұраған?
Ұзын бойлы тақырбас дәруш келіп кеткені бері біздің Қызеке ойға батып жүр. Осылай ойға батқан кезінде жаныңды жақсы түсінгіш болып қалады. Темірді қызған кезінде соқ дедім де жанына бардым. Базарда біраз шаруам бар еді, рұқсат болса барып келейін дедім. Сенді. Қайткен күнде де 9 жылдан бері жанында ит құсап адал қызмет еттім ғой, сеніміне кірген шығармын. Бір шартым бар, деді қожайын. Күнжіт те сенімен бірге барады. Сол да мәселе болып па? Күнжітті өзінде жақсы көремін. Жүрегі саф, ақылы 6 жасар баланыкінен аспайтын, жауырыны қақпақтай еңгезердей адам ғой Күнжіт деген. Алдау, арбау дегеннің не екенін білмейтін адал, сенімді өзі. Азан шақырып қойған атын ешкім білмейді, өзі де білмейтін сияқты. Күнжіт қосқан халуа десе жанын беруге даяр. Содан оны Күнжіт деп кеткенбіз. Жәлепханадан бір жүзікше көшеге шықса, соның соңынан үнсіз еріп отырады. Қанша қаласам да бұдан артық күзетші таппас едім. Екеуміз бақ ортасындағы шаңы шығып жатқан жолмен жүрдік. Әуелгі қиылысқа жеткенде Күнжітке осында күте тұр дедім. Бір бұтаның артына барып өткенде қанарға салып тығып кеткен еркектің киім-кешегін шығардым. Дегенмен үсті басымды ауыстырып, еркекше киіну мен ойлағаннан да қиын болып шықты. Әуелі кеудемді ұзын орамалмен таңып, емшегім білінбейтіндей етуім керек болды. Сосын далақтаған қоңыр шалбар, жүн көкірекше, шалғайы жер сызған күрең шапан кидім, басыма сәлде салдым. Соңында бәдуилер сияқты жүзімді жартылай жауып алдым. Жұрт жиһангез араб екен деп қалсын. Күнжіттің қасына бардым, көзі бақырайып үрке қарады. Жүр кеттік деп жеңінен тартсам да қозғалмайды. Пәренжемді түсірдім. Мен ғой, танымай қалдың ба? Күнжіт қолын аузына апарып, шөлгілі, сен бе? Неге бұлай күйініп алғансың? Түш, саған бір сыр айтсам, сақтай аламсың? Әрине дегендей басын изеп, жарайды деп сыбырладым. Ешкімге айтпа. Әсіресе Қызекеге айтушы болма. Қазір екеуміз базарға емес, мешітке барамыз. Күнжіттің астың ерні дірілдеп кетті. Ой, біз базарға барамыз деп едік қой, деді балаша аңылдап. Мақұл, о жаққа да соғамыз, тек қазір емес, соңыра барамыз. Әуелі Мәуленаның уағызын тыңдауға мешітке барамыз. Түрі бұзылып кеткен Күнжіт маған үрейлене қарады. Жүрші енді, құлың болайын, аса қажеттеймін деп жалындым. Айтқанымды істеп ешкімге тіс жармасаң, саған дәу халуа алып беремін. Халуа деп қайталады ол. Халуа дегенді естігенде аузына дәмі келгендей таңдайын қақты. Сөйтіп екеуміздің көкірегіміз тәтті үмітке толып Мәулена уағыз айтатын мешітке қарай жүрдік. Никея маңындағы кішкентай бір ауылда туғанмын. Шешем үнемі жақсы жерде, бірақ жаңылыс уақытта дүниеге келдің дейтін. Қилы заман еді. Ертең не болары белгісіз. Биыл бар дүние келер, жылы жоқ, бәрі өзгеріп кететін. Әуелі кресшілер қайта келеді дегенде естіп жанымыз қалмады. Константинопольде не істеп, не қойғанын, қалай ойран салғанын естіген едік. Зәулім үйлердің бәрін тонап, үлкенді-кішілі шіркеудің бәрін түк қалдырмапты. Содан жұрт түгел селжүктер шабуылы туралы айта бастады. Селжүк әскері басымызға үйірген қорқыныш бұлты сейілмей жатып, аяу дегенді білмейтін моңғол шапқыншылығы басталды. Дұшпанның аты мен заты өзгергенімен өзге жұрт сияқты біз де тып-типыл ете ме деген қорқыныш Ида тауының басындағы қысы-жазы ерімей жататын аппақ қардай мызғыған жоқ. Әке-шешем наубай болатын, адалынан жүріп тұрған иманды мәсіхшілер болатын. Бала күнінен есінде қалған нәрсе пештен жаңа шыққан нанның иісі. Бай болғанымыз жоқ. Кішкентай кезімнен оны түйсініп өстім, алайда кедей емесімізді де білетінмін. Дүкенімізге қайыр сұрай келген жарлы Жақыбайдың қызыға қараған көзінен ақ халіміз нендей екенін сезетінмін. Күнде ұйықтар алдында тізерлеп тұрып дұға етіп, бізді аш қалдырмаған Құдайға алғысымды жаудыратынмын. Досыммен сырласқандай сөйлесетінмін, өйткені ол кезде жаратқан ием досым еді ғой. 7-ге толғанымда шешем бала көтерді. Қазір ойлап қараймын ғой, бұрын нешеме рет түсік жазып тастаған шығар, кім білсін. Ол кезде ондай нәрселер миыма кіріп шықпайтын. Бейгүнә болғаным сондай, біреу бөпе қалай туады десе, Құдай оларды жұмсақ, тап-таза қамырдан илеген деуші едім. Әйтсе де шешемнің ішіндегі иленген қамыр не де болса алып бірдеңеге ұқсайды. Көп ұзамай қарны мұрнына жетті. Үлкен болып кеткені сондай, жүріп тұруы қиындады. Ауыл қатындарының босандыратын туыт ана келіп шешемнің денесіне су жиналып қалған деді. Деуің деді ғой, бірақ оның не екенін түсінген жоқпын. Су жиналса не болыпты, оның несі жаман? Алайда шешем де туыт ана да білмеген бірдеңе бар тұғын. Шешемнің құрсағында бір емес 3 бірдей нәресте бар екен, үшеуі де ұл. Сөйтсек бауырларым шешемнің ішінде бір-бірімен төбелесіп жатады екен. Айы күні жақындағанда үшемнің бірі екіншісін кіндік бауымен буындырыпты. Әлгі қылқынған бөпе де өш алмақ болып, жатыр аузын денесімен бітеп тастапты. Шешем 4 күн толғатты. Күндіз-түні ащы даусын естідік. Содан үні де, демі де үзілді. Шешемді құтқара алмаған туыт ана бауырларымның жанын аман алып қалмаққа ұмтылады. Қолына қайшы алады да шешемнің ішін жарады. Дегенмен біреуін ғана құтқарып қалды. Інім осылай дүние есігін ашқан. Әкем бәріне сол кінәлідей туған күннен бастап бауырымен бір еміренбей қойды.
Тіпті шоқындыру рәсіміне қатысқан жоқ. Шешем өліп, әкемнің қабағы ашылмайтын болды. Сол сәттен сүреңсіз өмір басталды. Наубайханадағы ісіміз жүрмеді. Күндердің күні наубайханамызға келетін қайыршылардың кебін киеміз деп қорқатын едім. Төсегімнің астына бөлке-бөлке нан жасырып сақтай бердім. Оның қатып көгере бастады. Дегенмен нағыз тауқымет тартқан мен емес, бауырым. Мен әйтеуір аз да болса махаббат пен қамқорлықтың дәмін татып үлгердім ғой. Бауырым оның не екенін де білмей өсті. Осынша қатыгездік көретінде не жазық бар деп қапа болдым. Ал шынында әкемнің қаһарына ұшырамағаным үшін өзімді бақытты санадым. Әттең бауырыма қамқор болып асырап бағып қалғанымда ғой, сонда бәрі басқаша болар еді. Мына мен қазір осылай Коняның жәлепханасында жүрмес едім. Иірімі көп өмір-ай. 1 жылдан соң әкем үйленді. Бауырымның өмірінде бір ғана нәрсе өзгерді. Бұрын әкемнен ғана көрген қоқайын енді өгей шешемнен де көретін болды. Енді мүмкіндік туа қалса үйден қашатынды шығарды. Оралған сайын бірінен бірі өткен сорақы дос тауып келеді. Мінезі бұрынғыдан бетер болды. Бірде әкем өлімші етіп сабағаны сондай, қалай тірі қалғанына әлі күнге таңмын. Содан соң бауырым қатты өзгерді, жанары тым суық. Бірдеңе ойластырып жүргенін сездім, тек басына не сұмдық келгенін хабарым жоқтын. Әттең білгенімде ғой, сонда бұл қасірет басымызға түспес еді. Көп ұзамай өліп жатқан әкем мен өгей шешемнің денесін тауып алдық. Біреу жеген нанның ұнына егеу құйрықтың уын қосып қойыпты. Хабар тараған бетте бәрі бауырымнан күдіктенді. Жасауыл келіп інім қайда деп сұрай бастағанда ол қорқып қашып кетті. Содан кейін бауырымды қайта көрмедім. Сөйтіп бір демде мына әлемде жападан жалғыз қалдым. Шешемнің иісі сіңген үйде тұра алмадым. Наубайханада да қала алмадым. Ақыры көзі тірі жалғыз туысым әпкеме, яғни әкемнің қарындасына барайын деп шештім. Ол күйеуге тимеген, Константинопольде тұрады. Үй мен наубайхананы қалдырып жолға шықтым. Сол кезде 13-те едім. Константинопольге бара жатқан бір жолаушының арбасына міндім. Ат арбада отырғандардың ең кішісі мен едім. Жолға шыққанымызға бірнеше сағат болғанда қарақшылар жолымызды кесті. Қолымызда бардың бәрін сыпырып алды. Сөмке, шабадан бас киім, етік, белбеу, әшекей-пәшекей, тіпті арбакештің шұжығына дейін тартып алып түк қалдырған жоқ. Берер ештеңем жоқ, сондықтан бір бұрышта тырп етпей үнсіз тұрдым. Маған зарары тимес деп ойлағанмын. Алайда тура кеткелі жатқанда қарақшылардың басшысы маған қарады да: «Ей, сұлу қыз, бері қараш, етегіңді ешкім ашпаған өзі», деді. Ұялғанымнан екі бетім алмадай болды. Мұндай жөнсіз сұраққа жауап бермей үнсіз қалдым. Сөйтсем бетімнің қызарғаны әлгі адам күткен жауап екен. «Қане кеттік», деді қарақшылардың басшысы гүр етіп. «Мына аттың бәрін алыңдар, ана қызды да алыңдар». Көзім боталап, сазарып, ешқайда бармаймын деп қарсыласып баққаныммен, сол жердегі өзге жолаушылардың ешқайсысы көмекке ұмтылған жоқ. Қарақшылар мені үлкен орманға апарды. Сөйтсем орманның ортасында бұлардың ауылы бар екен. Қаншама әйел жүр, біршама бала да бар. Әр жерде үйрек, қаз, ешкілер жайылып жүр. Шошқалар еріне есінеп жатыр. Мұнда қарақшылар тұрмаса дүниядағы ең керемет ауыл екен деп ойлайсың. Көп ұзамай қарақшылар басшысы неге менен қызсың ба деп сұрағаны түсінікті болды. Сөйтсем олардың бір көсемі бар екен. Әлгі көптен бері іш сүзекке шалдығып жағдайы тым нашарлап кетіпті. Төсек тартып жатқанына да талай болыпты. Ішпеген дәрісі жоқ дейді, алайда ем қонбапты. Әйтеуір біреу келіп, пәк қызбен жатсаң сырқатың соған көшіп, құлан таза айғасын деп құлағына сыбырлап кетіпті. Өткен өмірімде есіме алғым келмейтін нәрсе көп. Соның қатарында орманда өткен күндерім де бар. Қазір орман десе ойыма тек қарағай ағашы келеді. Ауыл әйелдерінің жанында қалмай сол қарағайлардың арасына барып егіліп жылайтынмын. Мұндағы әйелдер бәрі қарақшылардың жұбайы не қызы. Арасында өз еркімен келген жезөкшелер де бартын. Мұнда не бітіріп жүр деп түсінбейтінмін. Ал мен мүмкіндік туа қалса қашуға даяр едім. Ара-тұра орман арасынан өтіп бара жатқан арбаларды көріп қаламын, көбі ақсүйектердікі. Бұл көліктерді неге тонамаған деп таңғалатынмын. Орманнан өтердің алдында қарақшыларға алым-салық төлеп аман-есен жөніне кететін кейін білдім. Істің жай-жапсарына қаныққан соң жоспар құра бастадым. Үлкен шаһарға бара жатқан бір арбаны тоқтатып, арбакешке мені ала кет деп жалындым. Қалтамда көк тиын жоғын біле тұра менен тым көп ақы талап етті. Сұрағанын басқа жолмен өтедім. Константинопольге жетіп бірнеше күн өткен соң ормандағы жезөкшелер неге сонда жүргенін түсіндім ғой. Шаһар орманнан бетер екен. Әпкемді іздеп әуре болмайын дедім. Менде қарабетпен бір шаңырақ астында тұрмасы анық, ешкімім жоқ. Мына шаһардың тірлігі көп өтпей-ақ рухымды жаншып тастады. Өмірі көрмегенді көрдім. Зорлық, зомбылық, зұлымдық, қорлау, қысым, ауру сұрқаудың ортасына топ ете қалдым. Бірінен соң бірі талай рет жүкті болдым. Ісіп кеуіп жүріп бәлен рет түсік жасаттым. Титықтағаным сондай етек кірім тоқтады. Жап-жаспын, бірақ енді бала көтермеймін. Анау көшелерде көргенімді сипаттауға сөзім жетпейді. Шаһардан кеткен соң әскерилермен, әртістермен, көріпкелдермен, сығандармен талай жерге бардым.
бәрінің төсектегі күңі болдым. Кейін мені Бөрібас деген бір озбыр тауып алды. Тапқан күйі осы Кониядағы жәлепханаға әкелді. Қызеке қожайын ісіне жарап тұрған соң қайдан келіп не бітіріп жүргеніме мән берген жоқ. Бала туа алмайтынымды естігенде тіпті есі шыға қуанды. Енді жүкті болып қалыпты деген мәселе тумайды ғой. Бедеулігіме қарап маған Шөл деген лақап ат тақты. Тек тым жұтаң көрді ме, жанына Гүл дегенді қосып қойды. Сөйтіп Шөл гүлі болып кеттім. Қарсы болған жоқпын, еш ренжімедім. Гүлді, әсіресе Раушан гүлін қатты жақсы көретінмін. Жоғалтар нем қалды дейсің. Иман да Гүлзар сияқты екен деп ойлаймын кейде. Бір кездері сол Гүлзардың ортасында Раушанның жұпар иісін жұтып жүретінмін. Содан күндердің күні өзімді жәннаттан қуылғандай сезіндім. Құдай тағала мені қайта бауырына басса екен деп бар жан тәніммен тілеймін. Әттең, тура бала күнімдегідей оған бет бұра алсам ғой. Осы тілегімді жүрегіме түйіп, иман бақшасын жағалап кірер есік іздеп жүрмін. Таба алар емеспін. Сонымен не керек, Күнжіт екеуміз мешітке жеттік. Әр жерде топ-топ адам. Жағдайы әртүрлі, кәсібі де сан алуан жұрт. Тіпті әйелдер намаз оқитын жақта да еркектер толып тұр. Ине шаншар жер жоқ. Қалың топ арасынан қалай орын табамын? Үмітім үзіліп, бұрылғалы жатқанымда алдымда тұрған бір қайыршы тез тұрып, жұртты жарып өтіп, мешіттің шығысына қарай кетіп бара жатқанын көрдім. Дереу соның орнына отыра қойдым. Ал Күнжіт сыртта қалды. Сөйтіп мына мен Шөл гүлі есіктен төрге дейін еркек кіндікті толып отырған мешітке бардым. Қобалжыдым. Араларында еркекше киінген әйел отырғанын білсе қайтер екен, не боларын тіпті елестете де алмаймын. Ал ол әйел жүдекші екенін білгендегі бұлардың әрекетін ойлағымда келген жоқ. Не десе де Мәулананы тыңдауға келдім. Жөн сілтейтін бір дауысқа мұқтажбын. Санамды сансыратқан қорқыныш пен күдіктің бәрін ысырып тастап уағызға ден қойдым. Румидің әр сөзі анық шықты. Жаппар иеміз адам бақыттың дәмін білсін деп қайғыны жаратқан екен. Бұл дүниені әлеми кевни фисат, яғни жаралу және жойылудан құралған әлем деп бекер айтпаған. Мұндағының бәрінің кереғар мәні бар. Тек жаратқанға қайшы мән жоқ, сондықтан Хақ тағала үнемі құпия қылар. Уағыз айтып отырғанда даусы тау суындай бірде тасқындай бірде самарқау шығады. Төменде жер, төбеде аспан. Дүние жаратылғалы осы. Молшылық пен аштық, бейбітшілік пен соғыс. Не нәрсенің де кері мәні бар. Ұмытпағын, Алла қай нәрсені де бекер жаратпаған. Түйір тозаңның да бұл ғаламда орны бар. Миыма жетті. Мына жарық дүниеде кездейсоқ басы артық ештеңе жоқ. Бәрі-бір мақсат жолында қызмет етеді. Шешемнің бала көтергені, 3 бауырым құрсағында жатып тынымсыз соғысқаны, бауырымның жалғыздығы, әкем мен өгей шешемді өлтіргені, орманда көрген қорлығым, Константинополь көшелерінде жападан жалғыз қалғаным, бәрі мына менің айтылар әңгімеме үлесін қосқан. Әр қиындықтың артында, яғни астарында бір сыр, басқа бір себеп бар екен ғой, түсіндіре алмаймын, бірақ жүрегіммен сеземін. Бүгін түс қайта кісі лық толы мешітте Румидің уағызын тыңдап отырып, жаным жай тапты, жүрегім тыншыды. Шешем пісірген ыстық та жұп-жұмсақ нанның иісін сезінгендей бір керемет сезімге бөлендім.